Сәлем достар, бүгін сізден өте дәмді болып шығатын, үлпілдек әрі жұмсақ болып шығатын, ешқандай артық затсыз жасалатын булочкалар пісіретін боламыз. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Жасалу жолы өте қарапайым. Ең алғаш бізге керегі жұмыртқа. Жұмыртқамызды жарып алатын боламыз. Барлық керек ингредиентті описанияға қалдырып кетемін. Менің рецептерім ұнаса, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Үстіне 3 ас қасық қандымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Және де ерітілген сары майымызды құямыз. Сары майымыз міндетті түрде 60%-дан жоғары болғаны дұрыс. Үстіне осындай 1 стакан болатын жылы сүтімізді құйып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Және де аштығымызды саламыз. Және де жаймен деп отыра ұнымызды салатын боламыз. Маған осылай қолмен араластырған ыңғайлы, сіздер шанышқымен де араластырсаңыздар да болады. Барлығын бірден салсақ, қамырымыз өте қатты болып шығады, сол себепті біртіндеп саламыз. Және де мен көз мөлшермен, яғни разрыхлитель салдым. Сіздер 1 қасықтай салсаңыздар болады. Осындай өте жұмсақ болып шығатын қамыр болады. Үстін жауып, тынығуға қойып қоятын боламыз. Қараңыздар, қамырымыз қандай әдемі болып көтеріліп шықты. Қамырымызды алып, 2-3 бөлікке бөліп алатын боламыз. Және де қамырымыз қолға жабыспайтын болып шығады. Өзімізге керек бөлігін алып, жақсылап жайып алатын боламыз. Ұнды тек қана бетіне ғана аз ғана жағамыз, көп жағуға болмайды. Осылай видеодағыдай жайып аламыз. Соқпақ болсын, дөңгелек болсын, сіздерге қалай ыңғайлы, солай жайып аламыз. Және де осылай ортасынан кесіп 2 бөлікке бөліп, ортасына начинкасын саламыз. Мен де шоколад салдым. Сіздер үстіне сары май құйып, қант қосып, әртүрлі начинкалар салсаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Осылай видеодадай жақсылап орайтын боламыз. Начинкасын салдық, басын тарта отыра жақсылап орасаңыздар, тура рогалики сияқты болып шығады. Мен шоколад үгінділерін салдым. Осылай барлығын жақсылап әдемілеп қойып шығатын боламыз. Үстіне жұмыртқаның сарысын, кунжут, мак сепсеңіздер болады. Және де духовкада пісіріп алатын боламыз. Біз әсем пешке пісіріп алдық. Сіздер духовкада 180 градуста 30 минутқа пісіріп алсаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ас болсын.